Мұрын танауының маңындағы бұлшықеттер. Негізінен екі бұлшықет жатады. Бірінші бұлшықет, мұрын бұлшықеті мускулюс назалис. Ол жоғарғы жақ сүйегінің ит тіс пен латеральды күрек тістің көтеріңкілерінен басталып, жоғарғы және де латеральды бағытталатын болып саналады, және бұлшықет талшықтары екі бөлікке бөлінеді. Сыртқы бөлікке бөлінеді және ішкі бөлікке бөлінеді. Сыртқы бөлігі, немесе оны көлденең бөлігі деп атаймыз, парс трансверса. Мұрын танауын орап өтетін болып саналады және де шашырап орналасып, жалпақтау келген, және мына жақта анық көрінеді. Мінекей мына бұлшықет. Осы шашырап орналасып, мына қарама-қарсы жақтағы аттас бұлшықетпен екеуі бірігетін болып саналады, және де мұрын қырының апоневрозды табақшасына ұласатын болып саналады. Осы суретте айқын көрінген. Келесі, ішкі бөлігі, немесе оны танаулық бөлігі деп атаймыз, парс алярис. Бұл танаудың шеміршектік бөлігіне барып бекетін болып саналады. Жалпы бұл бұлшықеттердің негізгі қызметі танаудың тесігін тарылту болып табылады. Келесі бұлшықет, мұрынның аралық қабырғасын төмен тартушы бұлшықет, мускулюс депрессор септинази. Бұл жоғарғы жақ сүйегінің альвеолярлық медиальды күрек тістік өсінділерінен және де мускулюс орбикулярис ористің бұлшықет талшықтарынан бастау алатын болып табылады, және де осы маңда орналасатын мұрын қуысының аралық қабырғаларының шеміршектік бөлігіне, оның ішінде алдыңғы бөлігіне барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі мұрын қуысының аралық қабырғасын төмен қарай тарту болып табылады.